Бәріңізге сәлем. Бүгін өте оңай дайындалатын 4 стакан пирогының рецептісімен бөлісемін. Шұңғыл ыдысқа барлық құрғақ ингредиенттерді қосамыз. Ұн, қант, манка, қопсытқыш, шымшым тұз және ванилин. Осының барлығын жақсылап араластырып аламыз. 4 стаканға бірдей етіп бөліп саламыз. Жуылып тазартылған алмаларды ірі үкіштен өткізіп аламыз. Алмаға қалауыңызша корица қосуға болады, бірақ міндетті емес. Енді осылай 3 бөлікке бөлеміз. Тапаға пергамент қағазын төсеп, жандарын майлаймыз. Одан кейін бірінші стакандағы қоспамызды қосып бетін тегістейміз. Үстіне алманың бірінші бөлігін саламыз және оны қасықпен жақсылап тығыздап басып тегістейміз. Осылай кезек-кезек әр қабатты қайталап шығамыз. Соңғы қабатты құрғақ ингредиенттермен жабамыз. Ең бетіне сары майды ірі үкіштен өткіземіз. Пирогты 180 градуста 50 минуттай беті қызарғанға дейін пісіреміз. Біздің пирогымыз дайын, әбден суығаннан кейін барып формадан шығару керек. Дайындалу жолы да құрамы да өте қарапайым. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Шайларыңыз тәтті болсын.